Білім мен біліктіліктің сайысы. Кеше ауданымыздың орталығында орналасқан Сүлеймен Демирел атындағы университетінде CSFU халықаралық тіл орталығының ұйымдастыруымен балалар арасында ағылшын тілінен Knowledge is Power олимпиадасы өтті. Білім додасы талантты балаларға әлеуметтік қолдау көрсетіп, қазақ жастарының халықаралық дәрежеде білім алуына жағдай жасау мақсатында өткізіліп отыр. Бұл жерде бірінші орын жеңген баламыз тегін Ұлыбритания мемлекетіне 3 айлық тегін курс ұтып алады. Қазіргі осы біздің 13 орталығынан Алматы облысы бойынша 130 бала бүгін міне финалға ақтық сайысқа жетіп отыр. Осымен биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отырған олимпиадада талапкерлерге арналған тапсырмалар қарапайым деңгейден күрделіге қарай құрастырылып, шет тілін меңгеруде барлық қабілетті дамытуға арналған тапсырмалар болды. Атап айтқанда, білімгерлер бірінші кезеңінде еркін тақырыпта эссе жазса, екінші кезеңінде ағылшын тілінен шешендік өнерлерін көрсетті. Ал олардың білімін тексеретін комиссия мүшелерінің құрамында CSFU орталығының мұғалімдерінен бөлек Франция, Англия, Америка елдерінен келген арнайы сарапшылар болды. Сондай-ақ шара барысында балалардың ойын сергітіп, көңіл күйлерін көтеру мақсатында ауданымыздың өнерпаз жастары дайындаған концерттік бағдарлама көпшілік назарына ұсынылды. Сайыс қорытындысы бойынша 2 кезеңнен сүрінбей өтіп, қарсыластарына дес бермеген CSFU орталығының оқушысы Абдуллах Дюсуф бас жүлдені ұтып алды. Ол Англия мемлекетіне 3 аптаға тегін оқу курс жолдамасының иегері атанды. Осы олимпиадаға келген кезде дайындалып келген едім, әрине, бірақ қобалжу болған едік. Ең бастысы мен өзімнің мұғалімді құттықтаймын, өйткені ол мені өте кереметтей дайындалып жүрген деп айта аламын. Олимпиада соңында барлық қатысушыларға бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар тапсырылды. Сондай-ақ оқушылардың білімдерін жетілдіруде үлкен үлес қосатын жетекші ұстаздарға ақшалай сертификаттар табысталды. Сюжетті дайындағандар Ақтоты Мырзабекқызы, Бағдәулет Талипов.